Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгін сіздердің назарларыңызға жаппай ашық онлайн курсымызды ұсынамыз. Курстың атауы басқару шешімдерін әзірлеу. Курсты оқитын мен Кәркенбаева Шолпан Ысқаққызы, Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті экономика және басқару кафедрасының сеньор лекторы. 7-ші тақырып: басқару шешімдерін рәсімдеу және бақылау. Қабылданған басқару шешімдерін заңды түрде бекіту ережелері мен олардың сапалы орындалуын қамтамасыз ететін бақылау тетіктері. Дәрістің мақсаты мен негізгі сұрақтары. Дәрістің мақсаты: қабылданған басқару шешімдерін құжат ретінде заңды түрде бекіту ережелерін меңгеру және олардың сапалы орындалуын қамтамасыз ететін бақылау тетіктерін зерттеу. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші: шешімдерді рәсімдеу нысандары. Екінші сұрақ: бақылау түрлері мен маңызы. Негізгі ұғымдар қарастырылады. Шешім, шешімдерді рәсімдеу, жазбаша нысан, бақылау түрлері және тағы да басқалары. Рәсімдеу дегеніміз не? Басқару шешімі қабылданғаннан кейін ол орындаушыларға жету үшін белгілі бір нысанда рәсімделуі керек. Рәсімдеу бұл шешімге заңды күш беру және оны ақпараттық тасымалдау процесі. Дұрыс рәсімделген шешім орындаушылар үшін түсінікті, нақты және заңды тұрғыдан міндетті болады. Заңдылық бұл шешімге ресми құқықтық күш беріледі. Түсініктілік: орындаушылар нені, қашан, қалай орындау керек екен біледі. Бақылауға жарамдық: жазбаша нысан бақылауды жеңілдетеді. Шешімдерді рәсімдеудің 3 негізгі нысанын қарастырамыз. Бірінші: жазбаша нысан, екінші: ауызша нысан, үшінші: электрондық нысан. Жазбаша нысан құжаттылық, ең ресми бұйрық, өкім, қаулы, хаттама, нұсқаулық. Ауызша нысан жедел шешімдер, шағын ұйымдар, кемшілігі дәлелдеу қиын. Электрондық нысан корпоративтік пошта және басқа да платформалар. Басқару практикасында шешімді рәсімдеудің 3 негізгі нысаны қолданылады. Жазбаша нысаны ең ресми және кең тараған болып саналады. Ал электрондық нысан қазіргі цифрлы басқарудың талабына сай дамып келеді. Құжаттық жазбаша нысан ең көп тараған және ресми түрі, заңды күші бар, бақылауға ыңғайлы және орындалуын дәлелдеуге болады. Бірінші: бұйрық. Ұйым басшысының құзыретіне жататын маңызды мәселелер бойынша шығарылатын негізгі акт. Екінші: өкім. Ағымдағы жедел мәселелерді шешу үшін берілетін нұсқау. Бұйрыққа қарағанда шектеулірек аясы бар. Үшінші: қаулы. Директорлар кеңесі сияқты алқалы органдар қабылдайтын шешім түрі. Ұжымдық шешімдерді бекіту. Төртінші: хаттама. Мәжілістер мен жиналыстарда айтылған ұсыныстар мен қабылдаған шешімдердің жазбаша тізбесі. Бесінші: нұсқаулық немесе инструкция. Белгілі бір жұмыс түрін орындаудың
ережелері және тәртібін белгілейтін нормативтік құжат. Ауызша нысан артықшылықтары мен кемшіліктері, қолданылу жағдайлары және қарастыратын басты кемшіліктері. Қолданылу жағдайлары. Бірінші, шағын ұйымдарда немесе топтарда. Екінші, жедел шешімді талап ететін жағдайларда. Үшінші, тапсырма беру немесе нұсқау айтуда. Бесінші, бейресми жұмыс ортасында. Басты кемшіліктерін қарастырамыз. Бірінші, кейіннен дәлелдеу қиын. Ауызша нысанның кемшіліктерінің бірі. Екінші, бақылау жасауға мүмкіндік шектеулі. Үшінші кемшілік, ақпарат бұрмалануы мүмкін. Төртінші кемшілік, жауапкершілікті анықтау күрделі. Сонымен ауызша нысанның артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырдық. Келесі нысан электрондық нысан, цифрлы басқару. Қазіргі кездегі ұйымдар шешімдерді электрондық жүйелер арқылы рәсімдеп, тасымалдауды жеделдетеді және мөлдірлікті арттырады. Бірінші, бұл электрондық құжат айналымының жүйесі, EDMS. Мемлекеттік органдар және ірі кәсіпорындарда шешімдердің автоматты тіркелуін, маршруттауын және архивтелуін қамтамасыз етеді. Электрондық құжат айналымының жүйесі арқылы. Екінші, корпоративтік пошта. Шешімдерді жіберу, растау және тарату үшін кеңінен қолданылады. Жеңіл қол жетімді электрондық байланыс құралы. Бұл корпоративтік почта. Үшінші түрі, тапсырмаларды басқару жүйелері. Түрлі платформалар тапсырмаларды бөлу, орындалу мерзімін белгілеу және нәтижені бақылауды мүмкін етеді. Бақылау басқару циклінің қорытынды кезеңі. Бақылау басқару кезеңі ретінде бұл жоспарланған мақсаттар мен іс жүзінде нәтижелерді салыстыруға, ауытқуларды анықтауға және оларды уақытылы түзетуге мүмкіндік беретін басқару циклінің қорытынды әрі маңызды кезеңі. Бақылау басқару циклінің міндетті қорытынды кезеңі. Оның мақсаты іс жүзіндегі нәтижелерді жоспарланған көрсеткіштермен салыстыру, ауытқуларды анықтау және уақытылы түзету шараларын қабылдау. Бақылаусыз қабылданған ең дұрыс шешімнің өзі нәтиже бермеуі мүмкін. Бақылау бұл жай ғана қателіктерді іздеу немесе жазалау емес. Бұл ұйымның немесе жобаның дұрыс бағытта дамуын қамтамасыз ететін құрал. Басты мақсаты ұйым мақсаттарына қол жеткізу барысында жоспардан ауытқуларды уақытылы анықтау, олардың себептерін талдау және жағдайды түзету. Негізгі функциясы басқару процесіндегі кері байланысты қамтамасыз ету. Бақылаудың үш негізгі түрі.
Біріншісі алдын ала бақылау, екіншісі ағымдағы бақылау, үшіншісі қорытынды бақылау. Бақылаудың маңызы. Неге қажет? Уақытылы орындалу шешімнің белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз етеді. Жауапкершілік. Орындаушылардың жауапкершілігі мен тәртібін арттырады. Қателіктерді ерте анықтау. Проблемаларды ерте кезеңде анықтап, шығындарды азайтады. Кері байланыс. Болашақта шешім қабылдау үшін маңызды деректер жинайды. Бақылаудың 3 түрі. Уақыты бойынша. Біріншісі алдын ала бақылау. Екіншісі ағымдағы бақылау. Үшіншісі қорытынды бақылау. Алдын ала бақылау жұмысқа дейін ресурстарды тексеру. Қашан жүргізіледі? Жұмыс іс жүзінде басталғанға дейін. Нені тексереді? Ресурстар, материалдардың сапасын, бюджет, қызметкерлердің біліктілігін, ережелер мен нұсқаулықтар. Мақсаты: болашақта туындау мүмкін мәселелерді алдын алу. Екінші түрі бақылаудың ағымдағы бақылау. Жұмыс барысында ауытқуларды анықтау. Қашан жүргізіледі? Жұмыс барысында тікелей тапсырманы орындау үстінде. Нені тексереді? Жұмыс графигінің сақталуы, аралық нәтижелер, қызметкерлердің іс-әрекеті. Мақсаты: қателіктерді асқындырмай, дер кезінде түзету. Үшінші бақылау түрі қорытынды бақылау. Жұмыс аяқталғаннан кейін нәтижелерді бағалау. Қашан жүргізіледі? Жұмыс толық аяқталғаннан кейін немесе белгілі бір кезең қорытындысы бойынша. Нені тексереді? Нақты қол жеткізілген нәтиже жоспармен салыстырылады. Мақсаты: жұмыстың тиімділігін бағалау, қызметкерлерді ынталандыру, сыйақы беру және болашақ үшін тәжірибе жинақтау. Уақыт белгісі бойынша бақылаудың 3 негізгі түрі ажыратылады: алдын ала, ағымдағы және қорытынды. Әрбір түр басқару циклының белгілі бір кезеңінде міндетті роль атқарады. Әр кезеңге бір тоқталып өтсек. Алдын ала бақылау. Анықтама: жұмыс басталғанға дейін жүзеге асырылатын бақылау түрі. Мақсаты: жұмысты тиімді орындауға қажетті жағдайлардың дайындығын алдын ала тексеру. Нені тексереді? Қаржылық ресурстардың жеткілігі, кадрлардың біліктілігі мен дайындығы, шикізат пен материалдардың болуы, ережелер мен стандарттарға сәйкестік, нормативтік құқықтық талаптардың орындалуы. Ағымдағы бақылау жұмыс процесі кезінде тікелей жүргізілетін бақылау. Бұл кезеңде жоспардың ауытқулары дереу анықталып, қажетті түзетулер енгізіледі. Орындаушылармен тікелей байланыс орнатылады. Орындалу барысында бақылау. Тапсырмалардың жоспар бойынша орындалып жатқандығын үнемі тексеру. Ауытқуларды анықтау, жоспардан шыққан жерлерді дереу байқап, себептерін талдау. Жедел түзету. Ауытқуларды жою үшін нақты шаралар қабылдау және тапсырмаларды қайта реттеу. Қорытынды бақылау. Жұмыс аяқталғаннан кейін жүргізіледі. Мұнда қол жеткізілген нәтижелер жоспарланған мақсаттармен салыстырылады. Орындалған жұмыс сапасын жан-жақты талданады. Нәтижелерді бағалау және есепке алу, орындалған жұмыс сапасын талдау, жауапты тұлғаларды анықтау, келесі циклдар үшін тәжірибе жинақтау, кері байланыс механизмін іске қосу. Маңызды ескертпе: қорытынды бақылау тек өткенді бағалап қана қоймайды, ол болашақта ұқсас шешімдерді жетілдіруге арналған стратегиялық деректер
береді. Қорытындылай келе, басқарушы бақылауды жүзеге асыру үшін 4 негізгі қадамнан өтеді. Бірінші, стандарттар мен нормативті белгілеу. Екінші, нақты нәтижелерді өлшеу. Үшінші, нәтижелерді стандарттармен салыстыру. Төртінші, түзету әрекеттерін жасау. Өткен тақырыпты бақылау сұрақтар арқылы тексеруге болады. Бірінші сұрақ: жазбаша рәсімделген шешімнің ауызша шешімнен артықшылығы неде? Екінші сұрақ: кері байланыс не үшін қажет? Үшінші сұрақ: бақылаудың қандай түрлері тиімді? Назарларыңызға рахмет.